мен достар, және де бүгін сіздер Асыл каналындасыздар. Және де бүгін менде описаниеден көрініп тұрғандай, менде бүгін комнатама обзор болатын болады. Мен ол жерде комнатамды көрсететін боламын. Ендеше біз бастаймыз. Кірер алдында осы жерде осындай ступенькалар шығады. Біздің комнатамыз яғни екінші этажда, ал ступенькадан өстіп түссең бірінші этаж шығады. Және де осындай біздің комнатамыз. Мынау біздің комнатамыздың есігі, ал мынау біздің мама папамыздың комнатасы. Олар осы жаққа жерге жатады. Ендеше біз комнатамызды ашайық. Біздің комнатамыз кіргенде осындай болып шығады. Және де осындай екі кровать шығады. Бұл жерде менің кроватым, ал бұл жерде менің тәтемнің кровати. Және де бір жерде шыққанда осындай қылып не көрінеді, айна, үлкен айна көрінеді. Осындай, сосын осындай біздің шкафтар, мына жақта біздің киімдеріміз бәрілері тұрады. Мына жерде менің тәтемнің киімдері, мына жерде қыстық киімдердің нелері, ал мына жерде біздің мына жаққа оқитын заттарымыз бәрі бар, ашпай-ақ қоямын. Сосын бізде осындай қылып біздің неміз шығады. Столымызда осындай мына жақ менің заттарым тұрады. Мына жақта 3 полкада менің заттарым тұрады, ал бұл жерде 3 полкада менің тәтемнің заттары тұрады. Және де осындай айна бар. Және де менің тәтем осындай қылып үлкен қылып күшті не жасап қойған, күшті қылып эстетично қылып қойған. Осы жерде осындай фотолар бар, осындай қылып знаменитый адамдардың фотолары бар, осындай қылып Ариана Гранденің фотолары бар. Осы жерде Беллингамның фотолары, және де мына жақта Қазақ Республикасының фотосы бар. Осындай, және де осы жерде тәтемнің заттары, осындай қылып, осындай зат, осы жерде осындай украшениялар тұрады. Сосын мына жерде осындай оның дневнигі тұрады, осы жерде осындай оның расческасы тұрады, және де осы жақта көптеген заттар тұрады мен тәтемнің. Сосын барып мына жерде бізде көрініп тұрғандай осындай неміз, вешалкамыз. Вешалка дегенде осы жерге біздің осындай заттарымыз бар да, соған біз киімдерімізді іліп қоямыз. Сосын барып бізде осындай терезе шығады. Және де терезеде біз осы жақта өзіміздің ауламызды, және де көршіміздің, және де осы жақта мектепті көре аламыз. Және де біз осылай терезені ашып, өйстіп тоже қарап тұра аламыз. Өте күшті видпен. Айтқандай осындай күшті видті қарай аламыз. Сосын барып мына жерде менің домбырам тұрады. Сосын осы жерде осындай зат бар. Бұл жерде бізде қалай айтсам болады, кладовка десек те болады. Осындай, және де мына жер өте қорқынышты, және салқын, қараңыздар. Прям мына қорқынышты. Осындай, және де осы жаққа заттар қойып қояды, керек емес заттарды қойып қоюға болады. Міне осындай жауып қойдым. Міне осымен біздің рум-турымыз бітті. Осындай біздің комната. Вот осындай біздің комната. Достар, біздің рум-тур бітті. Және де міне осындай біздің комната, айта кеткендей. Және де менің осындай старанияма лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Және де комментарияға жақсы комментария жазып кетіңіздер. Пока-пока.